Сахнаға Қызылорда облысы Сырдария ауданының Тереңөзек құрамасын шақырамыз. Жігерлі жастардың жігерін жандыратын Жайдарман маусым ашар 2013 құтты болсын. Бақты, ең алдымен Тереңөзекте таныстырып алайық. Тереңөзек сен не қайнағаңмен не таныстырадың? Бөлең бәлде. Өзім таныстырам, ағам ол мен десең. Тереңөзек мынадай ұзын жол бар. Жүріп жатасың. Мына жерден оңға бұрылсаң, мына жерден оңға бұрылатын жол бар. Мына жерде таксист Маконның үйі бар. Мына жерде біздің бастықтың үйі бар. Соған қарама-қарсы елбасының бағдарламасы бойынша салынған 100 мектеп 100 аурухана деген жаңа мектеп бар. Міне саяси әзіл. Ал бұлар қарай жүрсең, Тереңөзектен шығып кетесің, сондықтан осы жерде тұра бер. Түсіндіңіздер ме? Түсінбесеңіздер келіңіздер, мына жерде заң қылып сызып қойдым. Бақалек, Тереңөзектің шаруашылығына келетін болсақ. Таксимен келеміз десей. Тереңөзектің шаруашылығына келетін болсақ, біздің Тереңөзекте мал өсіреді. Біздің Тереңөзекте бидай өсіреді. Біздің Тереңөзекте күріш өсіреді. Ал, шудағы ол. Темір өсіреді. Енді ексе өсет шығар олды. Олай болса, жаңа маусымда жаңа әзілдермен Тереңөзек құрамасы біз бастаймыз. Опа! Ештеңе қылмайды. Көрмеген адам сияқты тұра бер. Тфә, өз басына кетсін. Жүріңдер, балалар! Белгілі бір тележүргізуші жарнамада. Жақында Айбек пен Айгүл үйленді. Айбек пен Айгүлдің үйлену тойына нағашылары 50 мың теңге, бөлелері 70 мың теңге алып келді. Неге бөлелері 50 мың теңге әкелді? 20 мың теңге қайда? Екеуін қосқанда 20 мың теңге ақша. Айбек пен Айгүлге тиесіз ма, әлде атасы мен анасы ала ма? Арада кім тұр? Не істейміз, не қыламыз? Қаржы полициясы зерттеу үстінде. Артур Платонов, құдалықта. Құрметті достар, қазақ ертегілері құдды бір түріктің сериалдары сияқты. Олай болса көрейік қазақ радиосы кешкі ертегілер. Балалар, зәмзәулә әжелерімнің әдемі қиял ғажайып ертегілерін тыңдандар. Балалар, бүгін мен сендерге қорқақ бұғы деген ертегі айтып беремін. Ертеде ешкі жынып өртеде бір кемпір мен шал болыпты. Кемпір мен шал бір ұлға зәру екен. Арада ай өтеді, жыл өтеді, бір күні шал қара шүйдің ішінде жатса, керегеге ілініп тұрған төстікті көреді. Кемпір, ана төстікті жесең, дүниеге шекесі торыстай ұл алып келесің дейді. Кемпір төстікті жеп, көп ұзамай кемпірдің аяғы ауыр болып, дүниеге шекесі торсықтай ұл алып келеді. Ұлдың атын ер төстік қояды. Ер төстік сағат сайын емес, минут сайын, секунд сайын өсіп, жарты сағаттан кейін зейнетке шықты. Содан ер төстік ең болмаса даланы көріп кетейін деген ниетпен есіктің алдына шықса, есіктің алдында бұғы тұр екен. Міне ертегі осы бұғы туралы. Ер төстік көрген бұғы орманға қарай қашады. Орманға қарай қашып келе жатса, алдынан 3 жол шығады. Бірінші жол барсаң келесің, екінші жол барсаң келмейсің, үшінші жол односторонный.
Барсам келейін деп бұғы бірінші жолға түсіп, жүріп келе жатқан кезде алдынан қасқыр шығады. Қасқыр шығады да бұғыға, «Ей бұғы, мен сені жеймін» дейді. Сол кезде бұғы тұрып, «Жеме, мен саған өлең айтып берем. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым» деп өлең айтып тұрған кезде, қасқыр ашуланып, «Неменеге қырғыздың өлеңін айтып тұрсың» деп айтады дейді. Бұғы енді не істерін білмей тұрғанда қасқыр бұғыны бас салады. Қалай балалар? Ертегі қызық екен. Ендеше жалғасын ертең айтып беремін. Құрметті көрермендер, біз Тереңөзектен Әке, менің арнайы жайдарман қалып келген бір әзілім бар емес пе? Айтал. Кеше дене пәнінің мұғалімі мен еңбек пәнінің мұғалімі төбелесіп қалыпты. Нәтижесінде еңбек пәнінің мұғалімі жеңіп кетті. Не дегенмен каратенің аты карате, балғаның аты балға. Балға. Бергел балға. Артыма тұр балға. Бұндай әзілдермен халыққа көріне берме. Құрметті көрермендер, Тереңөзектен шыққан атақты жазушы ағамыз Қалтай Мұхамеджанов Францияға, Парижге барып келген. Сол кезде қазақ журналистері Қалтай аға, Париж қалай екен десе, Тереңөзек менің балалық шағымның Париж деген. Астана, саған Париж сәлем айтып жатыр. Тереңөзек құрамасы, тәлпіштікке жол жоқ. Достар, Маңғыстау десе Жаңаөзен,